Алғашқы махаббат өмірден алынған әңгіме. Дильназдың сарғыш тартқан сағыныш пен арпалысып ойлар жетегінде отырғанына біраз болды. Бұл кезде қош-құлтым түннің ызғары терезеден есіп, бұл да жас аурудың ойын сан-саққа жүгіртеді. Сынаптай сырғыған сағат тілі таңның атар уақытын білдірсе де, жұмсақ ойыншығын құшақтап жатқан оның кірпігін айқасар емес. Қызық, біресе ұялы телефонына, енді бірде жазу үстеліне жатқан қаламы мен қағазына көз жүгіртеді. Анасы мен әкесі бөлменің жарығы жанып тұрғанын байқап бір рет келіп кеткен. Баласының жағдайын бес саусағындай білетін олар қызғалдақтай қыздарының түн ауа шығармашылықпен айналысатынына хабардар. Сондықтан беймезгіл мазаламайды. Бірақ бүгін Дильназды шығармашылық шабыт емес, махаббат машақаты сарсаңға салып отыр. Өйткені ол кешкілік уақытта алғашқы махаббатынан мәңгілік күдер үзгенін түсінген еді. Ақыл ауылынан қашықтап, сезім өрті лаулап отырған оны әлеуметтік желіде жарияланған Арман Ысқақұлының сөзі одан сайын ойландырып тастады. Әр адам өз тағдырының ең негізгі шешуші сәттерінде дұрыс шешім жасай білсе, қажет кезінде батыл болып, қажет кезінде кешірімді бола білсе, махаббатты сіздің жүрегіңізден кетуге асықпайды. Мен білемін, сізді де сүйетін бір жүрек бар, тек оны өкпелетіп алмаңыз. Маңдайдағы жазуды жаратқан жазған мен қатесін сіз ғана түзейсіз. Міне осы сөздерді оқып, Дильназ өзінің батыл әрі шешімді бола алмағанын түсінді. Әрі Арнұр екеуінің қателікті өз қолдарымен жасағанын енді ұғынды. Дильназ бен Арнұрдың бір-біріне деген ыстық ықыластары сөзбен айтылмаса да, қараған адам бірден ұнататындай еді. Екеуінің бір-біріне үнсіз көз қиықтарымен қарайтыны, жандарына өзге жан жақындай қалса өтірік ұрса жөнелетіні, бірінің сөзі екіншісін түсінбейтіндей һәм тыңдамайтындай кейіп танытуы, екеуінің де балалықтың бал күндерінен аса алмай жүргенін білдіретін еді. Мектеп табалдырығында жүріп, жүрек түкпіріндегі нәзік сезімді махаббат деп емес, ұят деп қабылдап еді екеуі де. Бірақ уақыт өте келе Дильназ бой жетіп, Арнұр ер жетті. Бірі бұрымды беліне жетіп, ақылы көркіне сай бойжеткенге айналса, Арнұр жауырыны қақпақтай, жұдырығы тоқпақтай жеті өнерді бойына сіңірген жігіт болды. Екеуін қатар көрсең, көз тойып, көңілін қуанар еді. Бір-бірін толықтырып тұрғанын аңғару да қиын емес. Алайда мұны сырт көзге байқағанмен, бозбала мен бойжеткен бір-біріне сезімдерін ашып айтқан жоқ. Мектептегі соңғы жылдары болса да, бұдан кейін екеуінің жолы екі жаққа кететінін білсе де, екеуі де ләм-мим демеді. Тек үнсіз қызғанып, іштей тынып, жан адамға сездірмей сезім сергелдеңіне түсті. Түлектердің соңғы жылдары жан ұшыра ұбт-ға дайындалып, бір жағынан қоштасу кешіне алаңдайтын әдеті емес пе? Осындай қарбаластан Дильназдың ойы бөлініп, Арнұрды ұмыта алмады. Бар ойы оқу орнына түсіп, ата-анасының абыройын асқақтату. Арнұр да осы тіршілік, бірақ сырт көзге ғана. Жан дүниесі Дильназбен қол ұстасып жүретін күнді асыға күтуде еді. Әдеттегідей барлық мектеп бітіруші талапкерлер кешкі салқын мен дайындықтан қайтып келеді. Арнұр мен Дильназдың үйі көшенің соңында болатын. Екеуі сыныптастарын шығарып салып үндемей аяңдады. Қыздың айтар әңгімесі аян, ұбт, сабақ, оқу, ал Арнұр үнсіз. Дильназ тыныштықты бұзғысы келіп: «Арнұр, неге үндемейсің? Мені тыңдап келесің бе?» деп серіктесіне бұрылды. Жігіт «иә» деп селқос жауап қайтып, басын изей салды. Кенет сабырлы сарқылды ма: «Дильназ, мен сені бұрыннан ұнатамын. Екеуміз жұрт болып
армандарымызды бір арнаға тоғыстырсақ қалай қарайсың? деп діріл қағып тұрған Дильназдың ып-ыстық салалы саусақтарынан ұстай алды. Арнұр алақаны Дильназдың қолына жеткенде екі жүрек кеудеге сыймай дүрсілдеп кеткен сонша екеуі бір-бірінен қаралай ыңғайсызданды. Арнұр қыздың осынша қобалжығанына қарап сезімін жауапсыз қалдырмайтынын білді. Бірақ барлығы ол ойлағандай болмады. Дильназ қолын дереу тартып алып, жоқ, енді бұлай айтушы болма, деп үйіне қарай шапшаң жүгірді. Неге? Ол менің сезімімнен бірден бас тартты. Достарым Дильназдың менде көңілі бар екенін соншалықты сеніп айтып еді ғой, деп дегбірі қашқан күйі Арнұр көшенің ортасында қала берді. Қасқа қайырылған осы әңгімеден кейін қыз да жігіт те тақырыпқа оралмады, бірақ өзара қарым-қатынастарын үзбеді. Бұрынғыша дос болып сыныптас ретінде араласып жүрді. Адам жаратылысы қызық, бақытты қонғанында емес, көзден ғайып болып ұшып кеткенде аңғарады екен. Дильназдың Арнұрға деген сезімі бірте-бірте ояна бастады. Бірақ тілімденгеннің бәрі түрімде, деп тіс жармады. Үнсіз ғана Арнұрды бақылады. Кейде қызғанып қояды, кейде қызғандырады. Арнұрды қызғандырған Дильназға қатты ұнайтын. Өйткені оның басқаша көңілге бөленіп ашуға булығатынын біледі. Арнұрдың ашуы Дильназдың жанын жадырататын сонша, ол тым шектен шығып әр күні әр жігіттің атын атаумен болады. Арнұрдың да еті үйренді ме, әлде ол да қарымтасын қайтарғысы келді ме, оның да қыздарға қырғидай тиісетін әдеті пайда болды. Өзгені қызғандырамын деп жүріп, қызғаныштың қызыл итіне қалай таланғанын Дильназ аңғармай да қалды. Осылай бір-бірінен делсал күйге салып үнсіз жүргенде 3 жыл сырғып өте шықты. Екеуін енді байланыстыратын тек әлеуметтік желі, түнімен жазысқан хаттар, бір-бірінің жансыз фотосына тоқтаусыз басылған лүпілдер. Бір қаланың ауасын бірге тыныстап жүрсе де жүздесулері сирек. Бәлкім балалық шақтағы ұяңдықтан болар. Кейде сыныптастармен жинала қалса, олар бұрынғы әуеніне басып, жас жұбайлар не біздің сыныптың қозысы мен баяны деп әзілдей жөнелетін. Арнұр мен Дильназ сырт көзге қақ жытқанмен іштей мәз болысатын бұл әңгімелерге адамды тануға қанша уақыт керек, болмаса бір-біріне деген сезімнің шынайылығы қанша уақытта білінеді? Бұл әркім әртүрлі жауап беретін сауалдар. Бірі адам тану үшін өз ғұмырының да жеткіліксіз деуі мүмкін, ал бірі сол жанмен кездескенде-ақ ойын жайып сала алады. Дильназ бен Арнұрдың 4 жылдан бері үзілмеген қарым-қатынасына қарап бір-біріне деген сезім өшпейді. Адал деуге болатын шығар. Дильназ да солай ойлаған, бірақ 13 тамыз күні бұл ойының қате екеніне көзі жетті. 13 тамыз ерекше күн, жан жүрегімен жақсы көретін жігітті Арнұрдың туған күні. Бұл күнді ол өз туған күнінен де артық күтеді. Міне биыл да Арнұр Дильназдың есік алдына келіп, қолынан жетектеп қаладағы кафелердің біріне әкелді. Көптен көрмеген сыныптастарының арасында жадырап отырған Дильназдың көз алдында кеш аяқталысымен Арнұр екеуінің қол ұстасып шығып бара жатқаны елестей берді. Өйткені Арнұр бүгін басқаша. Киім кейісі, өзін-өзі ұстауы, Дильназға қуыстана қарап, ұяла қызара сөйлеуі бәрі басқаша. Даңғырлаған музыка, улап-шулап достар әңгімесін Дильназдың аяқ бұлттарының арасында қалықтап жүрген қиялын Арнұрдың өзі бұзды. Достар, сендер сәл отыра тұрыңдар, мен қазір бір жерге барып келейін, тез келемін, сендерге тосын сыйым бар, деп көпшіліктен тысқа шығуға рұқсат сұрады. Ал Дильназ болса тосын сыйдың өзіне арналғанын сезгендей одан сайын жүзіне қуаныш үйірілді.
Арада бірнеше уақыт өткен соң Арнұр есіктен жадырай кіріп музыканы өшіруді сұрады. Осы сәтте Дильназдан басқалар «О, жарайсың, құтты болсын» деп қол соғып қуанышты дауыстарымен айқайлай бастады. Тек Дильназ қуана алмады. Жанарына жиналған жасты жасырып, ерінін үнсіз тістеумен болды. Арнұрдың қол ұстасып келген қызына қандай сезіммен қарап тұрғанын түсіне алмады. Не жек көрерін, не дос деп қабылдарын білмей дал болды. Арнұрға дауыстап айтпаса да, сені соншалық сүйетін жүрегімді сезбегенің бе деген сауалды жанармен үнсіз қарап тұрды. Өзінің 4 жыл бұрын дер кезінде дұрыс шешім қабылдай алмағанын түсінді. Қателікке бой алдырып Арнұрдан айырылғанын аңдады. Соны түсінгеннен кейін 13 тамызда өз мәнін жоғалтты. Күнтізбеде бұрынғыдай қызыл қаламмен қоршалып тұрмайтын болды. Махаббатқа толы жанарымен қараған сәттер сағымға айналды. Дильназдың ойында тек «бәлкім», «мүмкін» деген сөздер ғана қалды. Мүмкін сол сәтте бетін қайтармағанда қазір бәрі басқаша болар ма еді? Бәлкім біз осы кезде 13 тамызды бірге тойлар ма едік? Бәлкім ол мені қызғандыру үшін әдейі осылай жасаған шығар. Сан сауал, бірақ жауабы жоқ. Ол әлі көз ілмеді.